Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 29 сабақтың тақырыбы дауыссыз Л мен Р. Сабақтың мақсаты: Л, Р әріптерінің емлесін сақтап жазамын. Дерек көздерден мәлімет табуды үйренемін. 44-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Рауан сәуле таңғы нұр, рахатқа бөлер жанды бол. Рауанда батқан ақ таңдар, ризық сыйла сәл кідір. Р дыбысынан басталған сөздердің астынсыз, олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Рауан, рақатқа, рауандап, ризық сөздерінің астын сызамыз. Және де осы сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Бұл сөздер Р әрпімен жазылады, бірақ дыбысталған кезде Р дыбысының алдында Ы дыбысы естіледі. Рауан, рақат, рауандап, ризық деп естіледі. Рауан, рахат ризық сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен тауып біліп аламыз. 45-ші жаттығу. Болтта берілген сөздердің бір әрпін өзгерту арқылы Л әрпінен басталатын сөздер жасап жаз. Жайық, лайық, бақ, лақ, бас, лас, тайым, лайым, кезде, лезде, тай, лай. 46-ші жаттығу. Оқы, орны ауыстырып берілген бөліктерден мәтін құрастыр. Жазғы демалыс кезі. Біз жүгерінің арам шөбін отап жүредік. Кенет күн бұлттанып, лезде жаңбыр құйып кетті. Жұрт паналар жер таппаған соң кетпен күректердің төбелеріне тосты. Оны көріп, металдың жай тартатыны есіме түсе кетті. Кетпенді тастап қашыңдар деп дауыстадым. Мәтін не туралы? Мәтін жазғы демалыс кезінде жүгерінің арам шөбін жұлып жүрген бір топ адамдардың басынан өткен оқиғасы туралы. Найзағай туралы балаларға арналған энциклопедиядан біліп аламыз. Мәтіннен Л дыбысынан басталатын сөзді табамыз. Бұл жерде Л дыбысынан басталатын бір сөз бар, ол лезде сөзі. Шығармашылық үзіліс. 47-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі гүлді сипаттап жаз. Бұл жерде араның суреті және де оқ, шананың суреті берілген. Осы бойынша ребустың шешімі раушан деген гүлдің атауы шығады. Раушан гүліне шағын сипаттама. Раушан гүлі сұлулықтың символы. Оның күлтесі әдемі, әсем болғанымен сабағы қатты, тікенді болып келеді. Жапырақтары жасыл түсті. Раушан гүлінің қызыл, күлгін, ақ, сары, тағы басқа түстері бар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де міндетті түрде арнаға тіркеліп қойыңыздар.